Енді сол кезде Нұрсұлтан менің қалам емес деген митингі есімізде бар ма 1 мамырдағы? Содан кейін және наурыз айында өте көп азаматтық белсенділер абақтыға қамалды. Енді өткен жолы бір депутаттар кешірім сұрау туралы айтып жатыр. Ол осы азаматтық белсенділерге өтемақы беріле ме? Соларға сұрағыңызды қойыңыз. Сізде қалай ешқандай мысалы ой тумай ма, сізді көңіліңізде алаң кірмей ма? Bir кезде адамдар осылай пікір айтты ғой, Нұрсұлтан менің қалам емес деді ғой. Сіз айтып тұрсыз ғой, біз сол жаңа халықтың пікірін қарап жатырмыз. Солда есепке алып жатырмыз. Сол кезде не қыл ескерілмеді? Біздің қоғамда алдағы уақытта үлкен сынақ күтіп тұр. Бұл өтірік емес. Геосаяси да, ішкі мәселелер де бар, үлкен реформалар күтіп тұр. Ол анық нәрсе. Мысалы үшін салық реформасы, әлеуметтік кодекс сияқты құжаттар оңайлықпен келмейді. Және біздегі қазір құқықтық мәдениет дейміз, басқа дейміз, осының барлығы да бір мәселені талап етеді. Ол қоғамның бірлігі. Кешегі бүгін қабылданып жатқан тарихи және саяси шешім деп айтуға болады. Оның басты міндеті қоғамның ішіндегі жүктердің санын күн сайын азайта беру. Кеше ғана, мысалы үшін, марқұм Алтекеңнің атындағы мектеп Алматы облысында беріліп жатыр, Сарыжазда. Сол сияқты ертең Алматы қаласында көше мәселесі, Нұрсұлтан қаласында, қазіргі Астана қаласында көше беру деген сияқты мәселелер айтылып талқыланып жатыр. Ондай ұсыныстар түсіп жатыр. Сол сияқты шешімдер арқылы бүгінгі президенттің үлкен тарихи миссиясы мен мақсатының бірі осындай қоғамдарды ішіндегі жіктерді, осы 30 жылдың ішінде қордаланған мәселелерді жауып, сол мәселелер бойынша қоғамды табыстырып, үлкен күрделі мәселелер турасында ойландыру. Сонда бұл мәселелер президент Назарбаевтың тұсында болған жоқ па? Ол саяси мәселелер тек қана президенттерге ғана қатысты ма? Елдегі? Мәселе, айтып отырмын ғой, біздің қазіргі алдағы мақсат, осы алдағы 5-6-7 жылдың ішінде жаңа саяси дәстүр мен мәдениетті қалыптастыру. Жаңа сайлау мәдениетін қалыптастыру. Сол үшін де саяси тұрақтылық қажет, сол үшін де елдің бірлігі қажет. Айтып отырмын, алдағы 10 жылдығымыз артта қалған 30 жылдығымыздан кейін болуы ықтимал. Оны да ескерейік. Сол үшін осындай жұмыстар жасалып жатыр. Енді жаңағы кезінде Астана атауын ауыстыруға қарадыңыздар ма? Сол кезде мысалы жақсы енді әлеуметтік желіде Аманат партиясы қарады ғой. Алтын Орда деген атауларды енді ұсынып жатыр. Басқа атау қарастырылды ма? Енді негізгі осы кезге дейін өзіміздің көзімізге түскен бірен саған жаңағыдай тарихи басқа атаулар дейтін болсақ, жалпы әлеуметтік желіде болсын, әлеуметтанушылардың зерттеулері болсын, көбіне көп осы Астана атауының айналасында жиналған. Сіздің пікіріңіз қай атау? Енді менің ойымша Астананың өзін жарнамалауға қыруар қаражат жұмсалды. Үлкен шаралар өткізілді. Әлем де біледі, естілуі де жақсы, жазылуы да әдемі. Сондықтан Астана атауы менің ойымша лайықты. Астана сіз оған көзқарасыңыз қалай? Әуежай, көшелер, енді кеше президент өзінің ұстанымын айтты. Сіздің пікіріңіз керек ма? Президенттің ұстанымы күн өткен сайын өзгеріп жатыр ғой. Университет сияқты объектілер. Депутат мырза, сонда да жаңағы Астана болсын деп күрескен азаматтық белсенділер, олар не болады? Олар жеңіске жетті. Олар абақтыға қамалды ғой. Енді жеңіске жетсе, оның бір өтемақысы болмай ма? Кез келген мәселені шындыққа жету үшін белгілі бір құн төленген. Бұл да сол төленген құн деп есептейміз. Қалай құн төленген құн? Күрес оңайлықпен келмейді ғой. Енді ол адамдар жазықсыз. Азаттықтан басқа ешкім жоқ па? Жазықсыз. Жауап беріп отырмын. Будут ли названия других? Президент сказал, что другие объекты должны остаться. Президент сөзіне қаншалықты сенуге болады, Айдостар мырза? Өйткені президент бұған дейін айтқан ата заң өзгермейді деген өзгертті. Сол секілді президент ертең ол өзгерте салуы да мүмкін ғой. Президенттің атауы басқалары, ол енді басқа заман саясаткерлердің еншісіне қалсын. Басқа парламенттерге, басқа мәслихаттарға да жұмыс қалдырсаңыздар. Мәселен, сіздер айтып жатсыздар, қазір 7 жылдықты тоқтай тұрыңыздар. 7 жылдықты қазір бір сәтте қабылдап тастадыңыздар. Кезінде Астананы солай Нұрсұлтан деп өзгерте салдыңыздар. Тоқаев кеткеннен кейін мына 7 жылдықты алып тастап келесі президент. Басқаша конституцияға арнайылап осындай бап енгізілді. Жоқ, ол бапты да өзгерте салуға болады ғой, сіздер сияқты қуыршақ депутаттар тұрғанда. Кешіріңіз, сөзіңізді байқап. Жоқ, қуыршақ депутат екендігіңіз рас қой. Өтірік. Қуыршақ екендігіңіз белгілі ғой. Мәселен, сіз кез келген мәселені
қолдайсыздар? Жоқ, қолдамаймын. Мәселен, ападан тапсырмай келді, сіздер Нұр-Сұлтанды Астана деп өзгерттіңіздер. Сіздің ойыңыз, жеке пікіріңіз. Сіз қандай да пікір ұстануға хақыңыз бар. Бірақ менің де өзіндік пікірім бар, солай ма? Яғни сіздің пікірі мен менің пікірім екеуі бір теңдей емес пе? Қуыршақ депутат емессіз. Қуыршақ емес. Сіз қуыршақ баспасөз шығарсыз. Бар. Енді оны алдағы уақытта науқан басталған кезде бірінен кейін бір шыға бастайды. Сол кезде айтып берейін. Айдос мырза, сізге бір сұрақ. Әлеуметтік желілерде Әкежан Қажыгелдиннің Қасым-Жомарт Тоқаевтың штаттан тыс кеңесшісі болды деген ақпараттарға да ресми расталған деп. Жалпы өзіңіз осындайға сенесіз бе? Енді ол фейк ньюс деп шықты ма? Жоқ, өзіңіз жалпы сондай ақпараттар шығып жатыр. Ол жаны бар ма жалпы? Енді менің ойымша, мына қаражатты қайтару мәселесі бойынша Қазақстан мүмкіндігінше кең саяси спектрмен жұмыстанып еңбектенуі керек. Оның ішінде Қазақстанның шетелде тұрып жатқан диаспорасы мен саяси иммигранттардың да әлеуетін пайдалануға болады деп ойлаймын. Өзіңіз Әкежан Қажыгелдинмен былай жаңа Қазақстан деген бұрында ұйым партия құрамында барғанда кездескеніңіз қозғалыс құрамында барғанда жалпы ол кісіге деген көзқарасыңыз қандай? Ол кісі келсе өзіңіз қолдайсыз ба жалпы? Енді ол кісіде Қазақстанның тарихында ойып алған орны бар азамат қой. Бірақ енді жаңа заманға 7 жыл дегеніміз 4 жылдан есептесек, мәселен Америкада басқа да елдермен салыстырсақ, ол 2 мерзім болады. Яғни 1 жылы кем 7 жыл. Бұл жалпы қазір халықтың талабына қарамай бір сәтте өзгерте салдыңыздар, қазір. Ал енді кешіріңіз, сіз халықтың атынан сөйлей бергіш екенсіз? Жоқ, жалпы сіздер наразылық болды ғой. Жоқ, мен қарсымын, сіз қолдайсыз. Бірақ сіз уақыт өткеннен келесі президент келген кезде, келесі президент келген кезде бұл дұрыс емес деп айтады. Сіз жаңағы кепілдік деп айтсыз ғой, ол кепілдігіңізге келесі президент мәселен қауіпсіздік кеңесінің төрағасын алып тастады ғой бір сәтте, ол мүмкін емес жағдай болатын заң бойынша. Төртінші рет па, бесінші рет қайтарып айтып отыр. Бір ғана мәселе айтайын. Біз бүгін шынымен де тарихи кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Ылғи сөйтіп айтады деп. Жоқ, ылғи шыны сол ғой. Қажет десеңіз революциялық заманда өмір сүріп жатырмыз. Кеше мүмкін емес болған нәрселер бүгін хабардан да, Қазақстан арнасынан да, Егемен Қазақстаннан да шығып жатыр. Айтылып жатыр, өзгерістер болып жатыр. Неге 7 жылды мерзімді референдумда салмады мәселен дауысқа? Ол кезде қорықты ма? 7 жылдықты халық қолдамай қояды деп? Енді президенттен сұрасаңызшы. Жоқ, неге олай жасады? Бұл қулық емес па мәселен? Қулық емес. Бұл жаңа демократиялық новация. Жоқ, мына парламентке кез келген заңда келсе қабылдайсыздар сіздер, жоғары жақтан келсе. Біреуіңіз қарсы дауыс берген жоқсыздар ғой. Енді іште талқыланғаннан кейін, іште көп рет айтылғаннан кейін, сосын енді фракциялардың отырысы болды. Фракциялық тәртіп деген бар. Бұл парламент партиялық парламент, есіңізде ғой. Сондықтан фракциялар өздерінің шешімдерін қабылдап, өздерінің өкілдерін айтты. Біздің фракция қолдайды дегеннен кейін депутаттар солай дауыс беру қажет. Бұл саяси мәдениет, парламенттік мәдениет. Президент сайлауына қатысу үшін 5 жыл мемлекеттік қызмет істеу керек, сайлау туралы заңның 54-ші бабында. Сізге осы туралы арнайы айтқансыз. Мен сұрағым басқаша қоям. Тоқаев осы заңды өзгерте ма, алдағы уақытта өзгертпей ма? Менің ойымша ол заңда бар норма. Еліміздің алдында тұрған үлкен күрделі мәселелердің бәрін ескеретін болсақ, менің ойымша бұл норма дұрыс. Ол тек қана мемлекеттік қызмет емес. Мысалы үшін азаматтар мәслихатта депутат болуы мүмкін. Жалпы бізде Қазақстанда 2-ның бірі президент қана бола бермеу керек қой. Жоқ, түсінікті. Қазір оппозициялық күштер президент кімді ұсынамыз деген мәселені халықта талқылап жатыр. Өйткені 5 жыл мемлекет қызметі жоқ болғаннан кейін қазір олар үшін проблема. Яғни 5 жыл мемлекеттік қызметте істеген адам ол жемқор болып шығуы мүмкін. Ол жаңағы билік оны тоқтатуы мүмкін да әртүрлі тәсілменен. Яғни Тоқаев әділетті бәсекемен сайлауға түсуге қорқа ма, қорқпай ма? Қорқпаса неге заңды өзгертпейді мәселе? Бұл заңның талабы мәселе тек қана бүгінгі оппозициямен деп жүрген азаматтарға қана қатысты емес. Ол елдің тұрақтылығы, елдің бірлігі үшін жасалған. Елдің тұрақтылығы бір шайқалып кететін не? Қағаз мемлекет құрдыңыздар ма осы уақытқа дейін бір болмайтын бір мәселе үшін? Біраз мәселе енді айтып отырмын, қайта қаралып жатыр. Біз көптеген нәрсені қайта қарап жатырмыз. 5 жыл мемлекеттен бастап қайта қарап жатырмыз. 5 жыл мемлекет Астана деген тұғыр. Маған солай ыңғайлы. Сол кезде Нұрсұлтан қаласы іштей қабылдамадым.
жаңа әріптесім сұрағын жалғастырайыншы. Және сіздің әріптесіңіз айтты, халыққа сыңсылмады деп Нұрсұлтан сөзі. Сіздің ойыңызша неге? Енді бір жағынан ол елдегі авторитарлық тенденциялар. Сосын енді біз қалай десек те, бүгінгі күні Қазақстанда тұрып жатқан азаматтардың 60% тәуелсіздік заманында өмір сүріп кеткен азаматтар. Осы заманның қиындығын да, қатысын да, суығын да, тәттісін де көрген азаматтар, және олардың тәрбиесі мүлдем бөлек. Ойлау қабілеті, ойлау жүйесі бөлек. Әсіресе жастар жағы көбірек қабылдамақ десе, мен артық кетпеймін. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, енді біздің қоғамның ішінде де енді белгілі бір саяси мәдениет қалыптасып келеді. Біздер кездесуде жүргенде басқа сұрайды. Жаңа Қазақстандар қашан басталады, қашан құрылады деп. Мен айтар едім, жаңа Қазақстан дегеніміз, ол мысал үшін салынған 10 көпір немесе 10 ғимарат емес. Ол біздің Қазақстандағы азаматтардың, ең алдымен сайлаушылардың психологиясы мен саяси өмірге араласуға дайындығының өзгеруі, талап тілектерінің еселеп артуы. Жаңа Қазақстан дегеніміз осы.